Қайырлы күн. Алдыңғы видеода сіздермен осылай маталарға видео обзор түсірген болатынмын. Жаңа де WhatsApp-тан чат ашқан болатын. Егер осындай маталар керек болып жатса, соған қосылып қойыңыздар деп тағы да сол ссылканы қалдырып кетемін. Мата керек болып жатса, сол группаға қосылып алыңыз. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мынандай көрпені, губканы көрпемен қаптайтын боламыз. То есть көрпенің чехолымен. Клиенттен түскен заказ, 5 сантиметр губка деді. 5 сантиметр губка дұрыс болады екен. Одан көп салсаң, некрасивый болып қалады екен. 2 метрлік көрпе. Көрпенің чехолы 2 метр. Мына губканың размерлері өзі ұзындықтары тек қана 2 метр болады екен. 2 метр. Ширинасы енді кете береді. Ширинасын. Мына мен алғаным 1 метрлігі. 1 метр, 1,2, биіктігі 5 сантиметр. Арлан базарынан алдым, Алматыда. Сол енді осындай көрпені қаптап жатырмын. Бірінші қаптауым сіздерге көрсетейін дедім. Содан кейін, мынау мысалы 2 метр матая. Көрпелер негізі білесіздер ғой, 2,20 ширинасы. Мынаған енді бізде мына жақта 20 сантиметр жетіспейді. Сол үшін жаңа губкаға тіксең, мына жер бұлтық-бұлтық болып қалады. Мынандай клей бар екен специальный. Бұны мен енді мебель жасайтын кісілерден алдым. Строительный базарда сатылады дейді ондай. Таппадым мен. Строительный базарға да бара алмадым. Сол үшін қазір мына жерге келесі көрпені мына жаққа жабыстыратын боламыз. Келесі көрпеге. Ширинасын мысалы 80 сантиметр болса, сіздің көрпеңіздің ширинасы, сіз оған мына жақтағы высота 5 сантиметрді қосу керек боласыз. Кейін 5-ті мына жаққа қоямыз. 5 сантиметр бұлай қоямыз. И мына жақтан уже 75 сантиметр аласыз. Өйткені губка сыймай қалады. Высота. Ол мақта сияқты емес. Ішіне талып сыйып кетпейді. Сол үшін оны ровно жасау керек. 5 сантиметр мына жаққа жеремізді. И 75 сантиметр мына жақтан алып, бұлай белгілеп аламыз болды. Бірінші алдыңғы бетіне 85, артқы бойына мына жақтан 5 и бұлай 80 кетеді. Осыны аламыз. Өстіп есептейміз. Қазір кесем, қандай инструменттермен кесетін көрсетейін. Мінекей көріп тұрсаңыздар, мынау жаңа чехол. Мынаның чехолдың сиятындай қылып, біз мына матаңызды бүйтіп тартып, прям өлшеңіз. Ішінде ойнап қалмау керек губка. Бүйтіп өлшеген кезде, жаңа мен кішкене тартып істеген кезде 73 болған. 72 деп ала беремін. 72. Дұрыс па? Енді осы 72-ні бұлай өлшейміз. Мына жаққа 72-ні басын жібереміз. Потом сантиметрмен бұлайынан жүргізіп отырып, бір қолымда штатив. Примерно көрсете салайын. 72. Қолыма маркер алдым. 72-ні белгілейміз. И осылайынан полностью бұлайынан өлшеп шығамыз. Қазір мынауын енді 72 деп белгілеп алдым ғой. Соны енді мына жақ басынан бұлайынан штоп қайта-қайта ар жағына түсіре бермеу үшін осы жерде есептеп аламыз. Міне 67. И осылайынан 67 до конца сызып шығамыз да. Содан кейін менде андай не бар. Темір сызғыш бар. Сіздерде де бар шығар. Темір сызғышпен бұлайынан қоям. Мына жерді белгіледім мысалы. Соны қойдым. И канцелярский нож. Мынандай кигізетінмен істеңіздер. Содан кейін мынамен бүйтіп кескен кезде пластмассовый немен кессең, сызғышыңды кесіп алу мүмкін. Мынаны прям батырып тұрып бүйтіп кесемізді. Неке қазір мен 73 сантиметр көрпенің 73 сантиметрін мына жақтан мына жерден 5 сантиметрді бұлай алды ғой, бұлайынан алып кетем. Осылайынан алып 73 сантиметрді алып белгілеймін. Мына жақтан өлшеп жатырмын. 73
столдың үстіне қоймаңыздар, сол столға тиген жерінен алып кете бересіздер. Мен белгілеп алдым. Енді каждый раз ар жағына төмен түсе бермес үшін мінекей. Үстіңгі жағына қарай міне беті 68 болып тұр. Беті 68. Осылай өлшеймін да. 68. Енді міне сызғышты қоямын, темір сызғышты қоямын. Мынандай кескіш, ручкасымен бірге істеген дұрыс. Менікі что-то ескі дұрыстамайды екен. Мынаны до конца батырамын. Пышағымды. И былай беліне ұстап беремін. Сонда мына түзу кесіледі әдемі болып. Мінекей. Әдемі кесілді. Осылай мен до конца апарамын. Потом мына жаққа және жетпей тұрған енді клеить етемін. Қазір онда. Мінекей жіңішке қылып 73 сантиметрін кесіп алдым. Енді 68 ғой мына жағы. Еще мына жерге 5 сантиметр қоссаң 73 болады. Мінекей ұзындығын, Енді бұны етегіне қосамыз. Қазір бірінші чехолын тігіп алайын деп тұрмын. Мына мата Арлан базарынан бізде ауылда бұны метрін 300 теңгеден әкеп сатады. 10 метр қылып өлшеп. Сіздердің ауылдарыңызға да жүретін шығар, өзбектер ме, тәжіктер ме біреулер көтеріп алып жүреді осындай матаны ше. 300 теңгеден. Негізі бұл мата совсем самый дешевый мата ғой. Маған ұнамайды. Клиент өзі таңдады, жаңа ақшасына қарай мейлетеді. Мен желательно бұндай вообще дешевый заттар алмаймын. Маған зат сапалы, содан көпке шыдағанын қалаймын. Осы матаны алдық. Егер сіздер жаңа қаражаттарыңызға қарайсыздар ғой, бірінші істеп жатсыздар ма? Сол осындай мата алсаңыздар болады, 10 метр дейді. Ішінде 9 метр болады деді ғой, 10 метр деп не дейді, потому что ол 90 сантиметрден өлшенеді екен. Жаңа саудагерлердің көбісі айтады ғой, біз 1 метр деп нетеміз, бірақ біз өзіміз 90 сантиметрден аламыз депші. 1 метрлікті 90 сантиметр, 10 сантиметр олар өздері минусқа кетіп отырады. Сол үшін 10 метр деп оралған нәрсені базарда 9 метр болады ішінде таза деді. Енді осы ішкі матасын етеміз. Тоже осыған подгонять етеміз. Ол ішкі матаны біз жаңа сыртқы чехолмен бірдей қыламыз. Қойдық. Чехол матамыз. Чехол матаны тоже тігісіне бәрін есептеп 73 ба сырты, ішін тоже 73 қыламыз. Ішінде губканы біз есептеп алдық қой, қанша керек екен. Тоже солайынан есептеп аламыз да. И ұзыннан жасаймыз. Астыңғы ішкі матасын кішкене көбірек алыңыз мынадан гөрі. Бір 2.30, 2.40 қылып ала беріңіз. 2.20 болса, 2.40 солай ала беріңіз көбірек. Қайрасты, там чуть-чуть іштен кетпейді, кесіп тастайсыз. Сол чехолын тігіп аламыз. Содан кейін әжге ұзындығына кішкене көбірек 20 сантиметр жетіспей тұр ма, 20 сантиметр емес, тоже кішкене көбірек жасайсыздар. Бізде қалай ана мақтамен қаптаған кезде білесіздер ғой, ішіндегі бидайлығын ана 5 сантиметрден жағынан 5 сантиметр, даже ұзындығына 10 сантиметрден жібермен, екі жағына 10 сантиметр, 20 сантиметр қосатым ше. Потому что ұзындығына көп кет қалады да. Потом созылады ғой ішінде. Сыртқы мата созылады, и мақтаңыз ішінде ойнап қалады. Сол үшін 5 сантиметр жан-жағынан қосамын, и екі жағынан 10 сантиметрден қосамын. Мақтаны салған кезде. Сол мына губкада тоже самое. Мынаны қазір губкасын салып көрдім мен кеше. Қазір оны көрсетем. Қазір уже екінші жасағаным ғой, притік әдемі тұр да. Алдындағысын мен мына жерде бір 10 сантиметр менде жетпей қалды. Мына матаның ұзындығы мен есептедім де, сразу кесе салдым губканы. Сөйтсем ол мынаның ішіне кіргеннен кейін мына матаның мысалы мынау қазір астыңғы жақтары сборка болып тігілген жерлер бәрі ашылып, мынаған не болды? Жаңа губкам жетпей қалды. Сол үшін мынаны жабыстырған кезде кішкене көбірек жабыстырасыздар. Чехолға кіргізіп аласыздар мынадан. Соны мынағанда салып аласыздар. Содан кейін барып лишнейін кесесіз. Содан кейін мынаны түсінгенім, губка салатын болсаңыздар, мақтада мен көбінесе замокты жанына қоятын. Мынада етегіне қойған жақсы. Өйткені жаңағы лишнейін кесетін кезде, осы етегінің кішкене аш жеріп, есептеп алып, кесіп аласында. И сразу келіп тұрған жерінен
есептеп көріп аласың. Мынау енді менде жанында тұр. Замок придется мына жағын қазір сөгітіп осы жаққа тігіп қою керек болып тұр. Сол қазір мына чехолын тігіп аламын 73-тен. Потом мына жерге жабыстырамын. Соң қазір процесс. Так, мінекей. Мына шеті бізде 5 сантиметр высота болған үшін мынаның шетін тоже міне 5 сантиметрге былайынан тігіп жібереміз үш бұрыштап. Екі жағын солай тігіп алдым. 5 сантиметр. Мына жері былай ширинасы 5 сантиметр, высотасы 2,5 болады. Высотасын 2,5 қыламыз да, ширинасын 5 сантиметр қыламыз. Қазір мінекей. Мынаның жетпей тұрған губканы кесіп дайындап алдым. Қазір осыған енді клей жағамыз екі жаққа да. Клейді жақпай тұрып, чехол кигізіп алайын деп тұрмын. Мінекей поролонымызға клейді жағып бастадық. Мына клейдің иісі енді сұмдық лак краска сияқты қатты шығады екен. Бірінші жағып атқаннан кейін жолдасымды шақырдым, сол кісі жағып берсін деп жағып жатырмыз. Екі бетіне де жағамыз. Бірінші өзіміз жағып көріп жатырмыз. Мына жақ бетіне де, арғы бетіне де жағып, жылайтын ашық жерге қойып, сол жақта проветривать еткен жақсы, жабық жерге қойсаңыз, комнатаның иісін алып кетеді енді. Тексеріп көріп отырмын, жабысып отырмын. Ескі поролонмен. Мына жақ бетіне жағып аламыз, содан кейін екінші бетіне жағамыз. Көріп тұрсыздар. Жылайтын астына енді жаман пленкаларыңызды бірден кеңізді қойған дұрыс, кішкене жабысып қалуы мүмкін. Мен астына резиновый доскамды қойдым, жабысқан жоқ. Так, мінекей кішкене былай қарап қоя тұрамыз, тұрғызып қойса да болады. Ал енді мына поролонға жағып алып, екеуін екі жақтан кішкене ұстатқыз қойған жақсы екен. Қазір жағып алайық. Видеоны тездетіп жібердім. Примерно түсінікті болып тұр, иә, клей жағып жатырмыз. Екінші жақ бетіне. Қазір екеуін бір-біріне жабыстыратын боламыз. Ал мінекей жабысқан түрі астына мінекей резиновый досканы қойдым. Бүгін екінші күн істеп жатқаным, кешеде бітірсе болатын еді, бірақ мына клейді до конца қатырып, әдемі болсыншы деп біріншесі қатырып жатқаннан кейін көрейін дедім, қаншалықты уақытқа жететінін. Кеше түстен кейін қатырдық. Түнімен тұрды. Мінекей қарашы, вообще тас болып қалды машина. Мына тігетін болса, мынаның бәрі бұлтық болып некрасивый болып қалайын деп тұр ғой. Мінекей мына жерде мынадай қатып тұр. Иісі де жоқ, бірақ мынаның иісі енді сұмдық. Клейт еткен кезде көресіздер ғой, ашық жерге қойсаңыздар, ашық, беті жабық. Терезелерді ашып саппа солай. Кеше мына бір көрпеме мынандай бір 10 сантиметрде жетпей қалған болатын. Соны солай қалтырасам болатын еді, негізі просто өзімнен ұятым жібермеді. Содан кейін мынандай қоса салдым. Ана әдемі притік болып тұрады. И матасына, астар матасына тоже мына жерге қосып жібердім. Қазір осыларды тігіп, бетін тигізетін боламын, қазір көрсетемін. Мінекей мына жақ басын салып қойдым. Тексеріп алайын деп, нормально, әдемі шықты. Мінекей мына жер жетпей тұрған, соны қостым. Ол мен сіздерге бағана айттым ғой, матрасты, жаңағы губканы неге салып аласыздар чехолына. Содан кейін барып тек қана лишнейін кесу керек. Мен бірінші мына чехолдың өзінің бойын есептедім да, сонымен кесе салдым. Потом ол маған жетпей қалды 10 сантиметрдей. Сол үшін лучше начне кіргізіп барып,
содан кейін барып неткен дұрыс, потому что астындағы матасы созылды, астында кішкене жинап тігілген болатын, соның бәрі созылды да сыртында чехолымыз кең болып қалды. Неге осы көрпені жанында қалды, осы замогы мелдеп қалдыра салдым оны. Келесі замоктардың бәрін аузына қарай тіктім. Аларды кесем ғой, сол үшін маған ыңғайлы болу үшін бірінші чехолын кигізіп аламын, сыртқы чехолын. Мынаның да аузын кеспей тұра тұрам, потом барып кесем. Қазір көрсетемін сіздерге онда. Мінекей чехолын кигізіп қойдым. Сыртқы чехолына кигізіп көріп едім. Туп-тура болып, мына жерде бір қанша болсын мен 2 метрге қазір айтамын сіздерге 25, почти 30 сантиметрдей қосқам. Мынау бізде 220 тысы, 25 сантиметр лишний алу керек екен. Так, мына жақта да кигіз қойдым. Мына жерден бірақ кішкене алдым. Тоже матасы кішкене жетіспей тұр. Мынау 2,40 болатын осы атасы шы. Соның өзінде де жетіспей тұр матасы. Мына жерге қазір машинкамен жүргізіп аламын, тігіп аламын. Осылайынан сыртын ішіндегісін отдельно қаптағасы күшті. Мына жерде жаңағы 5 сантиметрден высотасын беріп едім, көріністер ғой. Тоже әдемі келеді. Мына жақта өзі алып кете береді. Қазір мына жерін тігіп шығамыз. Жетпей тұрған матасын. Соңмен оны мына жерге бөктеп тігеміз, оны да көрсетемін. Бұлай в целом онап тұрмаған губкамен жұмыс істеген. Мақтаға қарағандаршы. Шаң, мұрның бітеді. Сондай. Еще ол содан кейін жердегі сыздың бәрін тартады да ауыр болып қалады, дымқыл болып қалады мақта. Кеп тұру керек. Мынау енді бұрында ұнайтын маған губка. Қазір вообще ұнап тұр. Сол қыздың жасауына енді мақтамен салдыртады ғой. Екеуі осындай жасап берсе болады екен. Не обязательно мынандай маташы. Можно мындай диван қаптайтын сондай маталармен, сондаймен істеп көрейінші деп ойлап тұрмын. Көрсетемін келесі видеода бұйырса. Мен құсап еріншектің жұмысын істемей, чехолды шешіп алып тіксеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Мен қазір осы киіп тұрған жерде тіге салып жүріп тұрған, қайтадан шешіп жатыр. Мінекей 4 көрпе тігіп қойдық. 5-ші көрпе бонусқа, машалла. Мына жерде бізде ширина 80-ге дейін бармайды, 72, 73 сондай болды. Мына 4 көрпе жасасаңыз 3 губка жетеді екен. Ширинасы 1 метрлік. Мен мына жерде 4 губка алдым. 4 губкадан мынандай тағы бір губка шықты. Еще мынандай кусок қалды. Мынандай
нелер жасап тастаса болады, бөстек. Сол мінекей. Вот так. Алып тастайын, сізге көрсетейін. Осындай әдемі машалла суреттері қолдан тігілген. Бұны біз істеген жоқпыз, клиенттікі. Осындай көрпелермен. Анандай этно маталар бар ғой, сондайлармен қаптап тастаса да болады. Андай оюды кетірмей ақ болған. Бұл мінекей замоктар міне ауыздарына тіктім. Шестер. Айттым ғой, аузына қалтырыңыздар депші, сонда нәрсе керек емес лишнейін кесіп аласыздар осы жерден. И осы жерден тігіп аласыз. Еще киіп шешілгенге де ыңғайлы екен. Біреуін жанынан қалтырып едім. Замогын жыртып бірнеше шығарғаннан кейін. Соны алып тастадым да, аузына тіпсем. Барлығын замогын ошақ қарайтып қойдым. Вот бұйырса осы.